Саламатсыздар ма, балалар? Дыбыс және әріп тақырыбы аясындағы сабағымызды бастаймыз. Өткен тақырып бойынша сұрақтарға жауап беріп көрейік. Дыбыс деген не? Дыбыстар нешеге бөлінеді? Әріп деп нені айтамыз? Әріптерді не істейміз? Дұрыс айтасыңдар, балалар. Дыбыстар дауысты және дауыссыз болып екіге бөлінетінін алдыңғы сабақта өткен болатынбыз. Ендеше тапсырмаларға кезек берейік. Суреттерге назар аудар. Қай дыбыстан басталады? Суреттегі сөздерге дыбыстық талдау жаса. Саз, қолшатыр, жалбыз. Ребусты шеш. Шешуіндегі сөзді қатыстырып сөйлем құра. Менің бағытым деп аталатын ойын ойнап көрейік. Яғни, берілген буындарды сәйкестендіреміз. Жасырынған сөзді тап. Жұмбақты шешіп көр. Керек санда тересің, елге сәлем бересің. Бұл не? Дұрыс айтасыңдар, бұл телефон. Әне, балалар, жұмбақтың жауабына телефон сөзіне синклейн әдісі арқылы 5 жолды өлең құрастырып көрейік. Оқулықпен жұмыс. Оқулықтағы 101-ші беттегі 18-ші жаттығуда берілген мәтінді мұқият оқып шық. 19-ші жаттығу. Мақалды тиісті тыныс белгілерімен толықтыр. Мақалдардағы баяндауыштардың қай сөз табынан жасалғанын айт. Шығармашылық үзіліске кезек берейік. 21-ші жаттығу. Ребусты шеш. Ребустың шешуіндегі сөзге қарсы мағыналы сөзді ата. Сол екі сөзді жаз. Ішінде осы екі сөз қатысатын мақалды айтып көр. Балалар, үй тапсырмасы 103-ші беттегі 20-ші жаттығу. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.